Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен ең дәмді әрі жұмсақ болып дайындалатын сүтті қыз тортының құрамымен бөлісемін. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстінен қоюлатылған сүтімізді, сгущенкамызды ыдысымызға құйып аламыз. Сгущенкамыз неғұрлым қою болған сайын біздің корждарымыз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Одан соң миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осылай көпіршігенше араластырамыз. Үстінен қамыр қосытқышымызды қосып аламыз. Ұнымызды қосамыз. Әркімнің ұнының тығыздығы әртүрлі. Сондықтан мен көрсеткендей қоюлыққа дейін ұн қоссаңыздар болады. Жақсылап миксермен араластырып аламыз. Менікі шамалы сұйықтау болғандықтан үстінен тағы да ұн қостым. Жақсылап миксермен араластырып алыңыздар. Қоюлығы осындай болғаны дұрыс. Одан соң пергаментный қағазымызға, бумагамызға осылай жұқа етіп жайып шығамыз. Біздің молочная девочкамыз тез пісіп дайын болады. Сондықтан жиі көріп тұруларыңызға кеңес беремін. Біздің корждарымыз дайын. Одан соң кремін дайындаймыз. Сливкиміздің үстінен осылай қантымызды қосып жақсылап миксерлеп аламыз. Сливкиміз холодильникте тұруы керек. Одан соң творожный сырымызды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Описаниеге қандай творожный сырды, кремді қолданғанымды жазып кететін боламын. Одан соң осылай жақсылап мешогымызға салып, кремімізді тез мешокқа салып, корждарымыздың арасына жақпасақ, тез еріп кетеді. Корждарымыздың астына осылай кішкене кремімізді жағып аламыз, тортымыз жылжып кетпеу үшін. Одан соң коржымыздың арасына осылай домалақ етіп, кремдерімізді құйып шығамыз. Барлық корждарымыздың арасына осылай құйып, одан соң ең соңғы коржымыздың бетіне осылай жұқа етіп жағып шығамыз. Жақсылап тегістеп, жұқа етіп жағып шығасыздар. Одан соң холодильнигімізге 5-6 сағатқа қойып, одан кейін сыртын қаптаймыз. Сыртын қаптауға осылай кремімізді дайындаймыз. Творожный сырымызбен қантымызды жақсылап қосып араластырып аламыз миксердің көмегімен. Бұл біздің тортымыздың сыртын осындай креммен дайындап қаптасаңыздар өте нәзік, әдемі торт болып шығады. Одан соң осындай жоғары сұрыптағы майымызды қосып аламыз. Жақсылап барлығын араластырып, біздің креміміз дайын болды. Сұйықтығы осындай болуы қажет. Аралары іртік болмау керек. Одан соң 5-6 сағатқа қойып алған тортымызды алып, осылай қаптап шығамыз. Біздің тортымыз дайын. Әркім өзінің қалауынша әсемдесе болады. Мен осылай жемістермен әсемдедім.
бетіне қойып холодильнигімізге 1 күнге қойып қоямыз. Тортымыз дайын болды, жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.